кітаптың адам өміріндегі маңызы зор. Алайда интернет желілерінің арқасында кітап оқуға уақыт таппай жүргенімізде ақиқат. Ғалымдардың кітап оқу, музыка салу, жазушылық секілді ақыл-ой еңбегімен шұғылданатын адамдардың жүйке жүйесінің әлдеқайда тез дамитынын және қартайған кезде де мидың әлсіреуі болмайтынын дәлелдеді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі. Кітап оқыған сайын жан дүниеміз тазарып, рухани кемелденетіміз анық. Мол білім жинау және уақытыңызды үнемдеу үшін кітапты жылдам оқу қажет. Ал оның әдіс тәсілін білесіз бе? Кітап оқу барысында мен көбінесе ішімнен оқығанды жақсы көремін. Уақытым болғанда бастан аяқ телефон оқуға кітапханаға барып оқымаймын. Кітапты кәдімгі сыртқы мұқабасынан бастап, аяғына дейін оқуға тырысамын. 30 жастарымызда бір түнде бір кітап оқитынбыз. Жылдам оқып үйренуді кез келген жаста дағды ретінде қалыптастыруға болады. Тез түсініп оқуға бөгет жасайтын себеп дауыстап оқу. Ендеше сіздерге жедел әрі дауыстап оқудың жаттығуларын ұсынамыз. Алдымен саусақты ерінге тигізіп, қозғалмауын қадағалаңыз. Қарындаш пен қаламды тістеп тұрып, тіл мен ерінге тимейтіндей етіп оқып көріңіз. Ал классикалық ән тыңдау шулы жерде кітапты түсініп оқуға жаттықтырады. Музыканың ырғағына ілесіп оқуды да ұмытпаңыз. Оқу барысында мәтінге саусақ арқылы көз жүгіртіңіз. Бұл оқып отырған сөйлемнен жаңылып қалмауға көмектеседі. Мәтінге терең үңілмеуге тырысыңыз. Бір бетті алдымен минутқа оқып, кейін жарты минутқа жылдамдатыңыз. Ал бір кітапты тәмамдау үшін оны аптаның 7 күніне бөлген тиімді. Күніне 70-80 бет оқу арқылы кітапты жылдам бітіре аласыз. Қаласаңыз аптаның бір күнінде демалыс жариялаңыз. Ендеше іске сәт.